Ассалаумағалейкум достар, сіздермен ауылдағы гараж арнасы жаңа қара бамперді қалай бояу керек екенін басынан бастап түсіріп келе жатқан болатынмын. Өкінішке орай видеоларды, әлі монтаждалмаған видеоларды өшіріп алдым. Енді қысқаша ақпарат бере кетейін, біреудің пайдасына жарап қалар. Бірінші, қара бампер жақсылап шкуркіленеді, сосын праймер шашылады. Пластик праймер деген бар. Ол мына грунтовка мен пластмассаның бірігуін жақсартады, болмаса түсіп қалу қаупі бар. Грунтовка шашылғасын, грунтовканың беті шкуркіленеді. Мен 320 деген қазір 320 деген мынандай сетка наждакпен шкуркіледім. Бұның бетіне шашатын краскамыз нитро болатын. Соның үшін мынандай косяктар мына жақта грунтовканың асты шығып қалған жерлері ештеңе етпейді. Өйткені нитро грунтовка сияқты ол да басып кете береді. Ал металлик болатын болса, мына жерлер үлкен қате болып есептеледі. Өйткені бірікпейді, мына жер басқаша болып қалады, мына жер басқаша болып қалады. Сосын, егер металлик болатын болса, оның астын 320 емес, одан да кішкентайлау 500, 600, 800 сөйтіп шкуркілемесе, сызықтар, мына жердегі сызықтар металликте көрініп қалады. Краскасын лагын бітірдік. Лакты красканы 3 слой шаштым. Лакты 5 слой шаштым. Бірінші рет бүйтіп шашыптым. Кені жақсы жатады екен, еще кебуі тез болады деп ойлап отырмын өзімше. Мынандай болып тұр лактың. В общем, нитрода кішкене байқап шашу керек. Ағып кетуі мүмкін, металлик сияқты емес бұл. В общем, осымен бүгінге тамамдаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.